Достар, сәлеметсіздер ме? Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Сіз бір себептермен Home Credit банкте депозит жауып тастағыңыз келеді. Досрочно еще. Ол жерде біз таңдаймыз депозит. Так. Простой. Мына жерде бізде закрыть депозит деген бар. Қай жаққа ақша түсу керек екенін таңда деп тұр. Енді өзімнің основной картам бар ма? Немесе IBM счет. Закрыть депозит басам. Так, болды. Заявка қабылданды. История заявка кіреміз. Закрыли уже, ақша түседі. Көрдіңіздер ме? Ешқандай қиындық жоқ. Баяғыда дейтін, ой, депозит жабу дейтін бір кәдімгі қиын болатын еді. Филиалға барасың, очередке тұрасың, очередтен кейін тағы да консультантқа айтасың, шоң депозит не үшін жабу керек деп сұрақ қойса, тағы нервің айтады. Не үшін ақша керек та. Так, мына жерде депозит закрытие қай уақытта, дата деген сияқты. Так, енді қарасаңыз жоқ болып кетті. Текущий счетты жауып тастасаңыз болады негізінде. Себебі депозитпен бірге ашылып кетеді, білмеймін, автоматически. Ал текущий счетты бірінші жапқың келсе, типа депозитті бірінші жап дейді, потому что мен соған бағынамын деп тұр. Енді текущий счетты жауып тастасаңыз болады. Дым болмайды, потому что депозиттің атынан ашылғанда бұл. Отвердить басам. Так, депозит жауқаннан кейін текущий счетты жауып тастадық. Енді бізге уже не керек? Мүмкін болашақта ол текущий счет ашылмайтын да болар. Сіздер ашып қойса, қорықпаңыздар деген сияқты жауап тастадым. Мен депозиттікері мына жақтан таңдап, дебетный карта жеріне. Так, депозит деп, өзіңіз қайтып нете аласыз. 300 теңге моментально түсті. Ой, мына қуаныш екен. Көрдіңіз, ешқандай қағазға мен барып, филиалға барып, аяқтай уақытымды кетіріп, просто алдында моментально жауап тастадым, бір кнопка тек қана. Барып, очередке тұрып, одан кейін қағаз деген қол қойып, консультанттың уақытын алып, өзімді уақытын алып жүрген жоқпын. Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.